Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-ші бабы. Заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең. Тегіне, әлеуметтік лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды. Дін істері комитетінің мәліметінше, елімізде 18 конфессия мен 3738 діни бірлестік жұмыс істейді. Дәстүрлі діндер Ханафи мазхабындағы ислам және православие. Қазақстанда ең көп таралған дін ислам. Еліміз бойынша 2611 мешіт бар. Православие христиандықтың кең таралған тармағы және Қазақстандағы дінге сенушілер саны бойынша 2-ші орында. Өз кезегінде Қазақстан Республикасы заңнамасы қоғамның рухани саласында болып жатқан үдерістерді көрсетеді. Сын-қатерлер мен қауіптерге жауап беруге ұмтылады. Ол дінге сенушілердің діни қажеттіліктерін және діни бірлестіктердің қызметін қанағаттандыру үшін қолайлы құқықтық режим жасауға бағытталған және сонымен бірге деструктивті діни бірлестіктердің қоғамдағы ықпалын шектейді.